Орда ашып, тере қалсаңыз үй жағдайында жасалатын бет күтімінің түр-түрі шыға келеді. Қазір қыз-келіншектердің көбі қиярды балмен араластырып бетке жағады. Енді бірде қаймақ пен ақжелкен теріні жақсы жұмсартады дейді. Ал кейбір блогерлер бет терісін сұлы ботқасымен де, қаймақпен де, жұмыртқамен де емдеуге болады дегенге сендіреді. Бұл тізім әрі қарай кете береді, соңы жоқ. Менің қолымдағы негізі шашты сәндегенде қолданылатын арнайы құрал. Десе де көпшілік арулар бетке макияж жаққанда оны көбірек сақталу үшін осындай лакты бетіне себеді екен. Бірақ бұл мүлдем дұрыс емес. Ол сіздің беттеріңізді құрғатып, бәртүрлі безеулердің пайда болуына әкеп соғады. Тағы басқа да себептерін бізге қазір мамандарымыз түсіндіріп береді. Маманның айтуынша, мұндай құралдың бойындағы түрлі қоспалар бетке аса қауіпті. Қоспасыз таза өнім кокос майының өзі зиян. Оны көпшілік бет терісін ылғалдандыру үшін қолданады. Кремнің орнына кокос майын қолдануға болмайды. Өйткені ол терінің тесектерін бітіп тастайды, сол үшін безеу пайда болуы мүмкін. Мына майды тек қана бет, қолға немесе аяққа қолдануға болады. Жұмыртқаның ағы беттегі әжімдерді азайтады, ал сарысы қара нүктелерді кетіреді дегенге де иланатындар бар. Бұл процедураны қазір қолдану тиімсіз. Өйткені піспеген жұмыртқада инфекциялық ауру тудыратын бактериясы бар, сальмонелла деген бактерия. Сондықтан ауруға шалдығуыңыз мүмкін. Бет терісіне де түрлі бактериялар әсер етіп, қалтаңызды қағатын процедураларға тәуелді болып қалуыңыз да ғажап емес. Ал лимон мен лайм шырыны бетті ағартады дейтіндердің сөзі қаншалықты рас? Жоқ, лаймның және лимонның шырыны бетке жақсы әсер етпейді. Күннің сәулесінен гиперпигментация немесе күйік болуы мүмкін. Оның орнына косметологқа келу керек. Қант пен ас содасы сияқты ұнтақ өнімдермен бетті тазарту қаншалықты қауіпті? Қант, тұз және сода денеге пайдалы, бірақ бетке пайдалы емес. Сондықтан олар теріні оңай зақымдауы мүмкін. Табиғи тұз бетті зақымдаса, мынаған не деуге болады? Тіс пастасын безеуге жағу дұрыс кеңес пе? Тіс пастасын құрамында спирт пен ментол кішкене безеулерді құрғатады. Бірақ аллергиялық реакцияларды тудыруы мүмкін. Сол үшін мен оларды қолдануға кеңес бермеймін. Иә, бет терісі өте нәзік. Оны кез келген өніммен ылғалдандырам, жақсартам деу құр әурешілік. Қашанда сұлу әрі сымбатты болғыңыз келсе, кәсіби маманның кеңесіне жүгініңіз.